Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып адамдар мен өзен. Люди и река. Ертегі сказка. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Өзен, река, дәмді, вкусный, асты, дно, под, көлшік, пруд, айналады, превращается. Суретке қара да оқы. Прочитай и посмотри на картинку и прочитай. Өзеннің түбі. Дно реки. Мына суретте балалар өзен қатты ластанған. Екінші тапсырма мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Прочитайте текст по ролям. Баяғыда өзен болыпты. Адамдар өзенге өзен суың қандай дәмді дейді. Өзен рахмет дейді. Өзен адамдарға су береді. Ағаштар мен гүлдер су ішеді. Адамдар өзенді ластайды, қоқыс тастайды. Өзеннің астына қоқыс жиналады. Өзен көлшікке айналады. Ол адамдарға ренжиді. Давным-давно была река. Люди реке: река, какая у тебя вкусная вода, говорили. Река сказала спасибо. Река давала людям воду. Деревья и цветы пили воду. Люди загрязняли реку, кидали мусор. Дно реки наполнилось мусором. Река превратилась в пруд. Она обиделась на людей. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы, сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Бұл сөзді кім айтты, не айтты? Это слово кто сказал? Суың қандай дәмді? Суың қандай дәмді деп адамдар айтты. Рахмет. Рахмет деп өзен айтты. Төртінші тапсырма. Суреттерге қара, суретті сөзбен жазып, сөйлемдерді толықтыр. Вставь вместо картинок слова. Адамдар өзен суың дәмді деді. Адамдар өзенге қоқыс тастайды. Өзен көлшікке айналады. Бесінші тапсырма. Төменде берілген адам мен өзеннің әрекеттерін анықта. Распредели действие. Адамдардың әрекеті: суың қандай дәмді дейді, ластайды, ағаштар гүлдер су ішеді. Өзеннің әрекеті: рахмет дейді, су береді, өзеннің астына қоқыс жиналады, көлшікке айналады, ренжиді. Кел жаттайық, выучи. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта аралап тау мен тасты арқыраған. Ыбырай Алтынсарин. Есте сақта, запомни. Өзеннің суы дәмді. Адамдар өзенге қоқыс тастайды. Өзеннің астына қоқыс жиналады. Өзен ренжиді. Ол көлшікке айналады. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.